Құрметті депутаттар, менің сұрағым цифрлық даму және инновациялар аэроғарыш өнеркәсіп министрі Бағдат Мусинге бағытталады. Құрметті Бағдат Батырбекұлы, 2021 жылдың қараша айында Сенаттың 2022 жылға арналған бюджет жобасын талқылау жөніндегі отырысында Сенат депутаттары барлық ауыл елді мекендерді кең жолақты интернетпен қашан қамтамасыз ететіндігі туралы мәселені көтеріп сұрақ қойған болатын. Сіздің сол кезде берген жауабыңыз 2022 жылдың аяғы және 2020 жылдың басында Қазақстанның кез келген жерінде әрбір қазақстандық, егер ол қажетті интернет сатып алса, кең жолақты интернетке қосылу мүмкіндігіне ие болады деп жауап берген болатынсыз. Бұл жұмысты қолдау үшін 2020 жылы байланыс операторларына 5 жылдық салықтық жеңілдіктер беру үшін заңнамалық түзетулер енгізілген болатын. Бюджетке түспеген қаражат ең алдымен ауылдық аумақтарда сапалы интернет ілгерілету жөніндегі жобаларды іске асыруға бағытталуы тиіс еді. Сәуір айындағы үкімет отырысында сіз ауылдардың тек 77% ғана кең жолақты мобильді интернетке қосылғанын, ал жалпы саны 200 мыңнан астам адам болатын 1432 ауыл кең жолақты мобильді интернетте мүлдем қамтамасыз етілмеген туралы баяндағансыз. Шынында да сайлаушылармен кездесу барысында жеке өз басым және депутаттар әріптестерім ауылдардың интернетке қол жете алмай отырғандығына толық көзімізді жеткіздік. Қазір 2023 жылдың ортасы болды, алайда елдегі ауылдардың шамамен 23% әлде мобильді интернетпен қамтамасыз етілмеген. Сонымен қатар Қазақстан интернет жылдамдығы мен сымсыз кең жолақы интернет ену деңгейі бойынша аутсайдер елдердің қатарында екені бәрімізге мәлім. Дегенмен жоғары аудиторлық палатаның есебінде 2022 жылдың қорытындысы бойынша интернетке кең жолақты қолжетімділіктің үй желілеріне ену деңгейінің көрсеткіші бойынша асыра орындалғаны туралы айтылған болатын. Осыған байланысты менің екі сұрағым бар. Бірінші сұрағым, қалған 23 регламент сақтау керек. Сен келістік қой. Микрофонын қосыңыз. Қалған 23% ауылды елді мекендер ағымдағы жылы сала интернетпен қамтамасыз етіледі ме? Екінші сұрағым, 2023-2027 жылдарға арналған қолжетімді интернет жаңа ұлттық жобасы аясында қандай іс-шараларды жоспарлап отырсыздар? Рахмет.